Баршаларыңызға сәлем. Бүгін қайнатамен TikTok трендті түсіруді жөн көрдім. Барлықтары енелерімен түсіріп жатыр екен, бірақ та менің енем болмаған соң қайнатамен түсіруді жөн көрдім. Осылай қағаздың барлығын дайындап, атама алып келдім. Атам өзі таңдады, палау деп таңдады. Сонымен обедке осындай күштілеп тұрып палауымды дайындап атама алып келдім. Ата күшті болған деп риза болып жатыр. Қолы әлсіз болғандықтан тамақты енді өзім бердім, тез жеп алсын деп. Сосын тағы да таңдаңыз дедім. Көк шай немесе жаңағыдай напиток деген секілді. Сонымен көк шайды таңдады. Палаумен көк шайын әкеп бердім, өзі ішіп. Одан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін жатты. Кішкене одан кейін тағы да не пісіріп берейін бестің шайыне деп таңдаттым. Ата пирог торт депті. Осындай бисквитный торт дайындап бердім. Енді бұл кісілер төсек тартып жатқаннан кейін азаннан кешке дейін бір төсекте жата бергеннен кейін аздап кішкене қайнатамның көңілін көтеріп қояйын деп осындай видео түсіріп жатырмын. Ата деген қолмен күшті деп риза болып жатыр. Мына жерде уже аздап кішкене белі шыдамады ма, жатқысы келіп, сонымен жатқызып алдық арасында. Сөйтіп таңдаңыз дедім, фруктыды таңдады атам. Сонымен банан, алма барлығын турап әкелдім, жұқалап тұрып. Сөйтіп өзім тез бердім. Одан кейін қызым жылап, мамам мен де берем деп мен бергенімді көріп, Тамирис қызым да береш атаға мен берем деп, сонымен тағы да фруктылардың барлығын турап қызыма бердім. Атасына банан беріп риза болып тұрғы, өзі сондай бауырмал осы қызым. Ал тренд қалай шығыпты, бағалап кетіңіздер. Негізі бұл видеоны алдын түсірген болатын, бірақ өз даусыммен емес, жай ғана музыка қойып түсірген болатынмын. Осы жолы осылай өзім сөйлеп түсірейін деп шештім.